бағдарламада Алматы қаласы Түрксіб ауданы Алтайбыр ықшам ауданында орналасқан Дүйсенбай Бабаев атындағы номер 115-ші жалпы білім беретін мектеп жайында айтпақпыз. Сіздермен Мектеп Ньюс. Жалпы жасанды интеллект халықаралық форумда мемлекет басшысы Тоқаевтың баяндамасында айтылған болатын. Соның негізінде тапсырма беріліп 2025-2029 жылдарда білім беру жүйесіне жасанды интеллектіні енгізу туралы тұжырымдама қабылданды. Қазіргі таңда 2025-2026 оқу жылында жасанды интеллектіні оқу процесінде қолдану қолға алынып отыр. Барлық пәндерде жасанды интеллект қолданылып отыр. Барлық мектептерде тәжірибе алмасуда. Міне, бүгін біз 115-ші жалпы білім беретін мектепке осы тәжірибе алмасу мақсатында келіп отырмыз. Осы семинарды ұйымдастырып отырған мектеп ұжымына мың алғыс. Жалпы өздеріңіз білетіндей, бүгінде еліміздің түкпір-түкпірінде және кез келген салада жасанды интеллекттің жүзеге асып қолданылып отырғанын білеміз. Осы жасанды интеллектте бүгінгі күнде білім мекемелерінің білім жүйесінде, білімді беру үдерісінде бірінші кезекте ұстаздардың негізгі қолға алып отырған құралы болып отыр. Сол бағытта біздің мектебімізде бүгін жасанды интеллект оқыту үдерісіндегі мүмкіндіктер мен оның түрлері деген тақырыпта қалалық семинар өткізіп отырмыз. Бұл жердегі семинарымыздың мақсаты біздің Түрксіб ауданындағы 115-ші мектептің ұстаздарының әрбір бірлестіктерде осы жасанды интеллекті сабақ үдерісіне қалай пайдаланады және оның тиімділігі, оның қауіпсіздігі деген мәселелерді басты назарда ұстап, жасап жатқан еңбегімізді көрсеткіміз келеді. Ашық сабақтар өтуге, тренингтер өтуге дайындалған ұстаздар өзінің іс тәжірибесіндегі ең ерекше жағдайларын, ең ерекше қабілетін көрсетеді. Жасанды интеллекттің біздің өмірімізге келгендегі орнының қауіпсіз болуы деген мәселе, оқушыларға жасанды интеллекттің тиімді жағын көрсету деген мәселе басты назарда бүгінгі күнде. Барлық мәселеде ұстаздардың еңбегі шешеді. Мүмкіндігінше жас мамандарымыз, әсіресе бүгінгі сабақ беретін технологиядан және дене шынықтыру пәнінен осы жасанды интеллектті пайдалану деген үрдіс ерекше нәтиже береді деп ойлаймын. 115-ші мектепте бүгін үлкен көлемде семинар болып өтті. Кіргендегі қарсы алуынан бастап аяғына дейін өте тамаша болды. Ақерке Айдынқызының «Бесік жыры» атты сабағына кірдім. Сабақ өз мақсатына жетті, сабақ үлкен дәрежеде өтілді, және де оқушылары өте алғыр, жазулары өте әдемі, мұғалім тиянақты, мұғалім сабағын жоғары дәрежеде өтті деп айтыламын. Мұғалім жасанды интеллектті қолдануда өте шеберлігін көрсете білді, және де көрнекіліктері өте жақсы, оқушылар алғыр, мұғалім өз мақсатына, сабақ мақсатына жақсы жетті. Жасанды интеллектінің оқу үдерісіндегі мүмкіндіктер мен түрлері атты қалалық семинарға қатысудамын. Мектепте кірген сәттен-ақ мен үлкен бір молшылықтың, бірліктің, берекенің, рухани байлықтың көрінісіне куә болдым. Халқымызда «бұлақ көрсең көзін аш» деген аталы сөз бар ғой. Бүгін мен 11-ші сыныпта Атай Әйгерім Берікболқызының қазақ тілінен өткен «Экология проблема не себепті жаһандық сипатқа ие» атты сабағына қатыстым. Сабақ оқу мақсатына семинарда мен жоғары сынып оқушыларының ашық сабақтарына қатыстым. Жоғары сынып оқушыларының сөйлеу деңгейі өте жоғары, ойлары жетік, терең, сөз саптауы мықты. Біздің мақсатымыз оқушыларымызды сыни ойлауға, ойын жеткізе білуге, өз позициясын қорғауға тәрбиелеу, оқыту болып табылады.